Көз байланғандам. 4 бөлім. Автор Айзат Рақыш. Хикаят. Бүгін де кештете келіп, салтанатты пәтеріне кіре бердім. Алдынан жүгіріп шығар балаларын елестетіп еді, еріксіз шошынып қалды. Жоқ, әлі ерте, олай ошарлы отбасы болуға. Тым ерте. Қазіргі пері кезім әлдеқайда қызықтырақ қой деп, өз-өзіне сөйлеп түпкі бөлмеге кірдім. Жұмсақ төсекке шалқасынан жата кетіп, соңғы кездегі әрекеттеріне есеп бере бастады. Байқауынша, Нұрбекеден кеткелі бері бұның жүні жығылып қалғандай. Бұрынғыдай уысына түсе кететін көгершін аурулар жоқтың қасы. Тоқтасқан жалғызбасты әйелдерді төңіректеуге көңіл соқпайды. Жас қыздардың уыстап берер ақшасы шамалы. Сонда Нұрбекеден мирас қалғандай етіп қалап алған бірнеше миллионы қашанға жетпек? Сол ақша таусылған күні баяғы шалшық жағасындағы құрқылтайдың ұясындай арзан пәтерден бірақ шықпасына кімге біл. Осындайда кеңесетін доста жоқ деп, бір көңілсіздік көлеңкесі пайда болған Береке жуынып демін алмақ болды. Телефоны шыр ете қалғанда елеңдеп барып тұтқасын асығыс көтерсе, ауылдағы шешесі екен. «Балам», деді қарт анасы қарлығын күнмен, «неге хабарсыз кеттің? Атысын салуды да қойдың. Қалада не тындырып жүрсің?» «Апа, қалада уақыт жылдам өтеді, тым жылдам. Телефонның құлағында сағаттап отыратын мұрша жоқ». Береке жүре шешініп, жуынатын бөлмеге беттеді. Жылы суды ағызып қойып, шешесіне сөйлеуін доғармады. «Ар жақтағы шу ненің даусы? Өшірші өзін, даусың естілмей барады», деп анасы ұлының амандығын білмекке шұқшиды. Ал перзенті оның қамқорлығын бар болғаны тергеу деп қана түсінді де әңгімені шорт үзді. «Апа, мен бала емеспін. 30-дан астым. Мені бақылап күнде қоңырау соғудың қажеті жоқ». Судың шорылынан үзіліп жеткен ұлының даусынан беймәлім салқындықты аңдаған анасы бір сұмдықты іші сезгендей. «Аман болшы, қарғам. Сені тергеп қайтейін. Бақылап нем бар? Тірлігіңе бір хабар беріп тұрсаңшы», деді қалтыраған дауыспен. Жетпіске келіп қартайғаннан ба, соңғы кездері тым көңілшек болып алыпты. Әрі ерекше жақсы көретін кенжесінің суғырай танытқаны көңіліне аяздай батты. «Тірімін, апа, тірімін. Әзірге өлі ойымда жоқ. Күнде хабарласып әуре болма. Ауылдағыларға сәлем де». Береке телефон тұтқасын іле салды. Ой желісін үзіп, кешкі жоспарларынан жаңылдырған шешесіне ашулы ма, әлде қолы жүрмей қойған өзіне кейуді ме? Ара-жігін өзі де ажырата алмастан үсті басын ретке келтірді. Патша өмірім соңына жетті ме шынымен? Бар болып өмір сүруді осыншама қысқа болады деп ойлаппын ба? Тездетіп қолымдағы ақшаны көбейтудің амалын табуым керек деп, тағы да самбырлай сөйлеп, ас бөлмеге кірдім. Сатып алған онымынсын талғажау етіп отырып, ғаламтордағы табыс түрлерін қараумен болды. Кәсіп түбі нәсіп деген. Ендігі нәсібім қай кәсіптен бұйырмақ деп, өз-өзін жігерлендіріп, телефон экранына үңіле түстім. Шығыс болмай кіріс келмейтіні тағы бар. Тәуекел етіп көрейін. Тәуекел түбі желғайық, есерсің де өтерсің деп, өзін қайраттандырып жүріп, бір күнде криптовалюта әлеміне сүңгіп кеттім. Салған салымы да әжептәуір. Ай соңында күтетін түсімі де тамаша. Сол алақаны жыбырлағанын криптовалютадан үйіп төгіп алар табысына жорып жүріп, айды өткізіп алды. Электронды поштасына келген жарнама мәтіндерінен басқа табыс мөлшерінен құлағдар ететін хабарламалар мүлде көрінбеді. Тосып-тосып шыдамының шеті сөгілген соң жеке кабинетіне кіріп тексеріп көріп еді, салымы да құрып тыныпты. «Менде жазық жоқ» дегендей баланс деген тұста нөлдер іші қуыстанып тізіліп тұр. «Сайтан алғыр», деді Береке, телефонын әудем жерге лақтырып жіберіп. «Бұл қай мазақтары? Ай соңында қарық боласың деп құттықтау хабарламаларды үйіп төккендері бекер екен ғой. Жә, таусылмайын, басқа табыс көздерін қарап көрейін. Бұл жолы өткендегі асығыстығымды көрсетпейін». Жатын бөлмеде жолбарыстай ойқастап жүріп, онлайн казино деген сайтты тауып алды. Салым түрлері арзаннан қымбат деңгейге қарай түрленіп тұр екен. Өмірімде барып көрмеген казиноға тым болмаса онлайн кіріп көрейін. Бәлкім ұтармын. Жол болғыш жігіт емеспін бе деп, сусынын сораптай отырып, пайдаланушы шарттарымен толық танысып шықтым. Құласам түйеден құлайын деп, қымбат салымға тәуекел етіп,
ақшасын көрсетілген шотқа аударып-ақ жібердім. Сол түн таңғажайып түстер көріп шықтым. 3 қабатты патша сарайында тұрып жатырмын. Аспанда қалықтап жүрді ме? Жанына жан жуытпай, әлемнің дара ханзадасы болып самғады ма? Қолына 20 миллион тұратын алтын сағат өзі келіп тағылып, жаңалық атауладан тек берекені көрсетіп, ел ұлардай шулады ма? Әйтеуір, аппақ елестердің арасынан будақ-будақ ақшаны анық көрді. Бұл әуелеп қанат қаққан сайын, ақша біткен бұның денесіне жабысып, ақыры қозғала алмай, төмен қарай құлдилай берді. Өлдім-ау деген үрейлі ой денесін бүрістіріп, есінен тандырды. Жерге бар салмағыммен түссем, күлпаршам шығады-ау деп, зәресі зәр түбіне кеткен сәтте барып, әрең ояндым. Өңі мен түсін ажырата алмай, біраз отырды да, қарманып жүріп, шам жақтым. Нұрбекенің үйінде көрген жайсыз түсі есіне түсіп, азап ойы қаза бола түсті. Сондағы Нұрбекенің бұны жас балаша бауырына басып, қорқынышын сейіткені бар емес пе? Қазіргі жұпыны, жүдеу күнінен сол кебеже қарын әйелдің төсегенде аунаған күдері артық бедім, құрсын. Көңіл соқпаса, ғашық жанның рөлін ойнап, қылымсы беруден де шаршап қалады екенсің. Қажеті жоқ, ондай көлгі сүрдің. Басы тәтті, аяғы қатты, бұл не түс болды? Түс түлкінің бұғы деуші еді анам. Мен түнкелестерімнен шошып оянғанымды айтқанда. Бұл да сондай мән мағынасыз елес қана. Түн тыныштығы бұйырмаған Береке, ертеңіне таң алагеуімнен тұрып, қала ішінде жолаушы тасуға шығып кеттім. Жолаушыларға артық тіс жармай сүресоқ отыр. Түнде көрген түсінің қорқынышты әсерінен неге екені белгісіз айғалар емес. Өзіне бір тажал таяп қалғандай, бір тықырдан хабар келгендей, жүрек атқақтап, көңіл құсы құйқылжи алмай қор болдым. Түс мезгілінде асқазанындағы жылан бас көтергенде барып, жолшыбай кездескен шағын дәмханадан тамақтанбақ болып тоқтады. Асқа тапсырыс беріп қойып, күтіп отырып, телефонына үміттене қарады. Онлайн казинодан бума-бума ақша жауып кетердей, өлексе дәмесі де жоқ емес. Үміттеніп отырып, онлайн казино сайтындағы өз парағын аштым. Сол-ақ екен, ашу, үміттінің қырқылғаны, өкініш, дәрменсіздік тәрізді небір сезімдердің арпалысында қалды. Тағы да нөлдер самсырап тұрды. Неге тасым өрге домалауды қойған? Неге жолыма тек қана тікене көсімен келеді деп іштей налый бастады. Кімге болса да мұң шағып сұрақтарғысы келді. Телефонның ар жағындағы Әзірейілден қалай оңбай таяқ жегенін жыр етіп айтқысы келді. Бірақ кіммен кеңес құралсын? Нұрбекемен бірге тұрып жүргенін біліп қоймасын деп қуыстанып, барлығымен байланысын үзген өзім. Жалған махаббаты туралы білсе ауылға жария етеді деп қауіптеніп, қаланың әр жерінде жұмыс істеп, ел қатарлы күндерін көріп жүрген жерлестерінен безінген өзі. Берекенің жаңа телефон нөмірін көп ешкім білмейтін де міне содан. Әділ бар емес пе, аңқылдақ. Сонымен сөйлессем де жетіп жатыр деді, жалғыздық жанына әбден батқан. Таңы теңгені ғана ойлап басқа түрмен атқан, байлық деген ұғымға ар-намысын сатқан Береке. Әмиянын ақтарып, ескі телефон нөмірін тауып алдым. Тездете қосып, қоңырау шалғанда естігені бір ауыз сөз болды. Жұмыстамын, шаршап қалмасам, кеш көзім хабарласамын. Ықтиярың білсін деген Береке амалы құрып телефонын тастай берді. Көңілсіз отырып ішкен асы бойына тарамай, қаланы сенделіп жүрді де қойды. Көлігін бір аялдаманың тұсына кідіртіп, өзі жақын тұрған дүкенге кіріп кеттім. Қайтып шыққанда шаң-шұң дауысқа назар ауды. Танысуға міндеттімін бе деп бір бойжеткен көжектей бүрісіп, ожарғарадан қашып жүр. Менімен таныспайтындай бетімнен ірің ағып тұрма, әлде көзім қылыма деп тапал қара өмеңдеп қояр емес. Танысқым келмейді дедім ғой, сізбен де басқамен де ары тұрыңыз деген қыздың үні ащы шықты. Оған аялдамаға жиналған жүргіншілердің ішінен селт еткені болмады. Араша түсу ойларында жоқ тәрізді. Бейқам күйде сырттай тамашалап тұрысқан қалыптар бар. Береке адымдай жетіп, жігітті иығынан қағып өзіне қаратты. Бұл не шу деді ызбарланып, ақсар өңіне сес жиып. Жай, танысайық десем, көкірегің келіп тұр. Соған бастерімнің құрса қалғаны деп ұрдажық еркек Берекенің сұсынан қаймығып қалғандай. Бастерің құрсып қалса, полиция бөлімшесінде жазылар бәлкім деп Береке қалта телефонын қолына ала беріп еді, анау қараның
жан даусыз шықтым. Қызбен өмірде танысу қылмыс па? Кеттім, міне кет барамын деп табанын жалтыраттым. Оның соңынан күле қараған Береке енді қызға бұрылдым. Орта бойлы, дөңгелек жүзді, бидай өңді қарапайым қыз екен. Киім кисе де көптің біріндей ғана екенін аңғартып тұр. Тізесіне дейін төгілген қызыл көйлегін ұзын қара шашы жауып кеткен. Бет ажарында табиғат шебердің салған суреті ғана аңғарылады. Бояудан ада өңінде бір балалық рай бар. Тапа-тал түсте бір азаматтың жүрегін жаралап жіберген сияқтысың ғой, деп Береке өзі де күтпеген жерден бейтаныс қызға әзілдей жымиды. Алдап арбаудан өз жанында шаршағандай кейпі барын жігіт іштей мойындағысы келмесе де, жүрегі бір бұлк етті. Көптен бері үнсіз қалған ет жүрегінің бүлк етуі бүгін тұңғыш рет. Мүмкін жүрегі бұрынғыдай ағыл-тегіл сырақтарып, шынайы көкінің тегін ағытар сәттерді сағынған болар. Танысайық деп бас салғанда қорқып кеттім. Тірі жан көмекке келмеп еді, сізге көп рахмет деп қыз шашын жиыстыра бастады. Сөмкесінен түйреуішін алып, шашын желкесіне жинай қойып еді, аққу мойын арудың өз бола қалдым. Танысып көрмедің бе? Бәлкім жан әдемі шығар деп Береке аялдамаға қарай бұрылған қызбен қатарласып, тағы да қалжыңның шетін шығарды. Сырт бейнесі қандай кеспірсіз болса, мінезі де сондай қисық екен. Таныспайтынымды айтқанымда аузынан көбік ағып, мені сыбай жөнелді деп қыз тітіркенген қалып танытып, иығын дір еткізді. Түлкінің қызылы өзіне сор деген, кезекті рет әзілдеген жігітке қыз езу тарта қарады. Ол жібі түзу жігітке ұқсамайды, сол үшін таныспадым. Әйтпесе, адамнан адам артық болып па? Мен оны елік атуға шыққан браконьерге ұқсаттым. Қыздың мына теңеуінен Береке көкеге көмілді де қалды. Күні бойғы түсінің жағымсыз әсері, өмірден түңілу, торығу тәрізі, сүйкімсіз сезімдердің бәрі жылыстап ғайып болды. Сен көзі жәудіреген ектің лағы, ол браконьер, сонда мен қорықшымын ба? Деп қызды аялдамаға жеткізбей тоқтатып, әдемі көксін ақтарды. Көптен бері жан дүниесін сілкінтіп, сұлу да сырлы күлгені осы шығар. Қыз бұйығы тәрізді, езу тартқаннан арыға аспады. Ектің лағы, атыңғым деп Береке тосынан көксін саптайып. Кешір, ұмытып кетіппін ғой. Бағанағы браконьерге сені мен де, басқа мен де таныспаймын деп бетін қайтарғансың. Сіз басқа емес, екті құтқарушы қорықшысыз ғой. Менің атым Қарақат деген қыз жылы жымиып қолын ұсынды. Береке боламын деп жігіт те әлденеге көңіл құсы көкке көтерілді. Сіз жүрген жерде Береке өз келіп тұрақтайтын шығар, деді қыз жігіттің бір пәледен құтқарғанына ризашылығын жасырмай. Көңілі жаңа жауған қардай таза бой жеткен жігіттің жүрегіндегі қара тасты аңдай алмады. Қарақат, қайда бет түзеп едің? Жеткізіп салайын деп өтінді Береке. Жоқ, әуре болмаңыз деген қыздың жүр-жүрлеп ақыры үйіне дейін әкеліп салды. Бұл өзі бір жағы қызық болды ғой, деді қыз қоштасар алдында күлімдеп. Кинодағыдай таныстық. Өмірдің өзі кино ғой, деді жігіт көңіл алаулап. Жақсы, мен үйге кірейін, шаруаларым бар деп Қарақат кетуге бет бұрғанда, Береке қыздан телефон нөмірін сұрады. Нөміріңді жазып бермесең, осы жерде табандап тұра беремін деп әзілмен тұқыртып та қойды. Қыз көп қарсыласпай, жігіттің телефонына өз нөмірін сақтап та қойды. Құдай-ау, неге сонша көңілдімін? Белгісіз дауылдан етегі көтерілген көңіл шымылдығыма Қарақат күн шуағы болып шашылды ма? Өз теңіммен танысып, құлынтайдай тебісіп, бір жасап қалдым-ау. Қаңырап қалған жан сарайым шапағат шуағын аңсағаннан болар. Жылы сөйлеп, риясыз күлген Қарақат маған теңдесі жоқ ару болып көрінді. Махаббатқа бастайтын ұлы сезім бе бұл? Болмаса, алдап соғуға, өтірік танытуға итермелейтін улы сезім бе? Өз-өзімен іштей дауласып жүріп, жалдамалы пәтеріне де жеттім. Тынығып, тамақтанып, енді белін шешіп отыра бергенде үй қожайыны келе қалды. Суыт жүрген түрінен оның текке келмегенін іші сезген Береке әйелді мұқият тыңдады. Оның айтқан сөзінен жақсылықтың нышанын көре алмады. Пәтер ақыны көтеремін. Жалғыз өзің 2 бөлмелі пәтерді арзанға жалдап тұрып жатырсың. Келіссең осы, келіспесең басқа пәтер жалдаушылар табылады, деп жасанды көкпенбек қасын керді кербез әйел. Қабырғаммен кеңесейін деп сырғақтай беріп еді, Берекенің сөзін төтеден қиып тастады. Маған керегі сенің уақыт оздырып қабырғаммен кеңесуің емес, айтылған соманы
тура қазір қолма санап бер, немесе кілтімді тапсыр. Тұлан тұтқан әйелге Береке ақыры талап еткен ақшасын беріп құтылды. Ондағысы кең жайлы пәтерге бауыр басып қалған еді. Қала сыртындағы лашықтарға қайтып барғысы келмегендіктен де қожайын әйелдің талабын орындауына тура келді. Бірақ енді 3-4 ай осы пәтерді аялдаса, көк тиынсыз қалатын түрі бар. Қаламторға бір емес 2 рет оңбай күйгені есіне түсіп, ішіндегі қыжылы жүзіне шықты. Нем бар еді? 2 айдың пәтер ақысын желге шашып, деді қожайыны кеткен соң диванға көсіле жатып. Бекер жатпай, қожайын сөге бастады. Тістеніп сөйлеп, жүзі ызғар шашып тұратын жасанды қуыршақ. Байыны кетіп қалғанда осы мінезіңнен шығар деп, жеке өмірінде жол болмаған әйелді келістіріп тұрып бір сыбады. Сөйтіп жүріп, қиялдап үлгерді. Қашан дәл осындай ақбоз үйім болар екен? Қашан жетемін өз ордама? Жігіт жүрегінде бүкілде ояна бастаған жылы сезімдерді ақша деген шайтан қайта қылғындыра бастады. Тым нәзік адами сезімдер нәпсі шайтанымен күресте төтеп бере алмай, жұлынған жауқазындай сола берді. Солып үсік шалған әрбір игі сезімнің орнына құбыжық тікенектер өсіп шыға бастады. Ол тікенектер Берекенің көзін байлап, құлағанда тек ақша, ақша деген жалғыз айғай қалдырды. Жан әлемін еркін жайлап алған құбыжық ақырғанда қайран жүрегі қайта тас қайналды. Табысқа кенеліп қалайын, есік айлама басайын, қазына сол сандықты ашайын деп Береке кәззаптың әніне басты. Ағырып атқан ақтаңда қара ниетті жігіт жоспарын кімнен қалай бастарын білмей дағдарып ұзақ отырды. Дәл қазір шылауына жармасып, алдауына көне қоятын бай әйелді қайдан тапсын? Байдың қыздарын алдап сулау үшін уақыт керек. Ол шіркін Берекеге тым тар болып тұр. Таптым, деді оқыстан оқ жыландай атып тұрған Береке. Таптым. Құрықты қарақатқа салайын. Аңғал қызға жаным дейін, ойымдағын орындатып алған соң жанын жейін. Дегеніме қол жеткенде бір ебін тауып, тайып тұрамын кейін. Жігіттің жүзінде құбыжық күлкі ойнады. Нәпсі шайтаны жеңіс тойын тойлады. Шынайы сезімге ғана төр берген жүрегі қақпасын тарс жапты. Жігіттің санасында алуан шайтан сезімдер жын ойнақ салып жатты. Қабырға бойына орнатылған айна алдына келіп, бойын тіктеген Береке өз көркіне өзі сұқтанды. Бөлдіреген аясы кең қара көзі, қарлығаштың қанатындай қиылған қасы, қалың жылтыр шашы, жастығын айғақтап уылжыған от ерні, қыр мұрны, бәрі асқан үйлесімділікпен қараған жанның таңдайын қақтырардай келсе қалған. Тал еккенше неге мал бермедің деп ренжіп едім ғой өзіңе, әке. Ренішім бекер болыпты. Қазір мендегі атой салған мына әлем әдемілік сенен дарыған. Менің болмысым сенікі, әке. Ал ақыл ойым өзімдікі. Сен бөтеуке бөктеруді ғана білдің. Мен сұлулардың қалтасын қағуы машығын меңгердім. Өмірдің өзі үйретті ұлыңа сол өнерді. Айналында шыр айналған Береке өз сымбатына өзі сүйсініп жүріп, дұшпанкөз киімдерін киіп, алтын әшекейлерін тағынды. Уа жаңа заманның алдары, сенің тура бір ай уақытың бар. Ашық ауыз қызды алдап, соғып, қалтаңды қамдауға 30 күн мұрсат беремін деп, айнаға қарап сәл тұрды да қарқылдап күліп жіберді. Нағыз сауық сайран енді басталардай желігіп, ала сұрып, жыны қозды. Сөйтіп жүріп, қарақатты кеш қасқа шақырды. Гүлін алып, тоты дайын таранып, сұңқар дайын сыланықым, қыздардың өзін жолда қалдырып, жұтынып уәделі жерге жетіп барды. Сүйкімділік көңіл қуанса, әдемілік көз арбайды. Қарақат гүлі сынған, келбет асқан жігітпен расында да көз айырмай қалдым. Бір шоқ қызыл гүлді ұсына беріп, Береке тәтті сөздерінде жаудырып үлгерді. Сенің сұлулығыңның жанында түкке де тұрмайтын осы шоқ гүлді өзіңе сыйлаймын, деді үздіге сыбырлап. Сыбыр үн, сұлу сөз, қанша салқынғанды болса да, қарақаттың еркін ала бастады. Ертегілер елінен келген Қанзадаға жоқты ма? Апырау, көктен түскен, пештен шығып, жер бетіне серуендеуге келген қор жігітінен тап болды ма? Ештеңенің байыбына бара алмай, аң-таң күйде отыр. Береке аузын ашқан сайын бұлбұлдай сайрап, көмейінен жұмақ жыр төгіледі. Әлде
періштенің кейпінен келген әзәзілдің өзі ме? Осы ойдан үрей ұшқан Қарақат кенет орнынан атып тұрды. Мен қайтайын, рұқсат ет, деді өңі қуқылданып. Неге асықтың? Сен кетсең мына жердің сәні де қалмайды ғой. Өзім жеткізіп салайын. Алаңдама, деген Береке. Тым тауып айтамын деп қауып айта жазағанын түсіне қойды. Сөйтті де қызды биге шақырды. Қарақат қарсы салмай жігіттің құшағында би әуенімен ырғала жөнелді. Қарақат маңайына қарап еді, өзге үстелдегілер орындарынан тапжылмапты. Тек екеуі ғана айдында сызған қосақ қудай ортада дөңгеленіп жүр. Бұл вальс әуені Қарақат есімді еліктің лағындай сұлуға арналады. Қошемет те сол аруға. Әуенге тапсырыс берген Қарақаттың сұлулығына табынушы Береке деген кеш жүргізушісінің даусы дәмхананы сілкінтіп жіберді. Даңғазаны жаны сүйетін көпшілік ысқырып, өздеріне беймәлім ғашық жандарға үшін шапалақ соғып мәре-сәрі болып қалды. Қарақаттың көңілі қайта шарықтай бастады. Жігіттің құшағында вальс әуенімен тербеле берді. Берекенің ыстық демі қызды маңдайына тиіп оттай қарады. Көзім түскен жігіттен көңілім іркіп, қашанға жалғыз жүремін, араласып көрейін, бәлкім бағым шығар деген ойлар Қарақатты осы кеш Берекенің қасында ұзағынан отырғызды. Береке қызды таңдандыра түсін жалғастырғандай ғашықтық әнін салды. Жай сөйлегенде кеудесі күмбілеп тұратын Береке ән айтқанда шырқаттай келіп. Сүйіспеншілік жырын айтып Қарақаттың жанына келгенде қыз орнынан қалай түрегелгенін өзі де аңғармай қалды. Әннің әр сөзі Берекенің бұған айтар махаббат лебізіндей естілді. Сен маған ұнадың, тасыттың да бақытымның бұлағын. Сен маған ұнадың, сәл қарасам қанар емес құмарым. Әннің әр сөзін өз жүрегінен шыққандай етіп келістіріп орындаған Берекенің көзіндегі отты сезген қыз енді күмән келтірудің ретін де таппады. Қарақат жүрегінде оянған көктем әнін бұзғысы келмей, күдік бұлтын серпіп жіберді. Әнін аяқтап, қасында өзімен бірге толықсый ырғатылған Қарақаттың қолын сүйген жігітке өзге арулар ішіп жеп қарады. Көрікті жігіттің жанында жүрген қыздың өзге бикештерге кейіп кеспірден жұрдай көрінетін заңдылығы бойынша оларға да Қарақат секімділіктен жұрдай жапалақ болып көрінді. Бірақ Қарақаттың басқаларда байқайтын шамасы жоқ еді. Ол басына қайыптан тайып қонған бақыт тәжін мығым әрі мәңгі ұстап қалуға ант етті. Екеуі қолтықтасып дәмханадан шыға бергенде Береке сыйлаған сиқырлы өлкенің тәтті күйі қыз жүрегін тербеп тұрды. Үнді фильмінің ішінде жүргендей болдым, деді. Сәлден соң тілге келген қыз таңданысын жасырамай. Басты кейіпкерлері сен екеуміз, деді Береке Қарақаттың қолынан ұстай беріп. Кинодағыдай таныстық, кинодағыдай кеш жасадық. Болашақта тағы адам айтса нанғысыз не болар екен, деп Қарақат тоқ көңілмен сылқылдай күлді. Махаббат фильміндегідей олан асыр той жасап, бақыт жырын айтып жүріп қосылсақ шіркін, деп арманға толы аңсар үн қатты өнерлі жігіт. Оған ерте емес пе, деп назданды. Өзің қыз сұлу ғана емес, маңдайының беселі бағы бар, ерекше жанға балаған қыз. Игіліктің ертегесі жоқ, әрі отбасын құру, сендей сұлумен ғұмыр кешу менің танысудағы басты мақсатым, деп Береке орайын тауып монтансай қалды. Ниеті ақ, сөзі түзу көрінген жігітке Қарақат жүрегі енді қайтып шәк туғызбады. Қарақаттың үйіне жеткізіп салған кезде де Береке о бастағы өзінің тәрбиелі, текті жігіт бейнесін титтей де кемшіліксіз ойнап шықты. Ол алғашқы кездесуде қыздың еріне жабысатын қайсы бір жігіттерде емес, қайыры түнтілеп Қарақаттың маңдайынан сүйді. Тәрбиесі оң екен, бас салып сүйсуге тырыспады деген сүйсініске толы пікір қалдырды. Қарақаттың жүрегіне өз атының алғашқы әрпін жазып, желе жорта жөнелді. Сезімге толы сырлы бас қосулар жиілей берді. Береке жарты сағат қоңырау соқпаса, қыз жүрегі бебебелей қалатынды шығарды. Қызметінен демалыс алса да, ауылына қайтпай, құрбыларымен бірге жалдаған пәтерінде тұра беруінің басты себебі де Береке болатын. Береке де ынтығып құмартып тұратын күйін қыздан еш жасырған емес. Қайта әрбір орайлы сәтті ұтымды қолданып, сезімінен хабар беріп қалуға әзір тұратын.
Сенсіз түн өтпейді, ал сенімен бірге басталған күн тез батады, деп дегбірсінген жігіт қарсы келе жатқан Қарақатты көріп құшағын жая ұмтылды. Бір түн көрмегенге ол да сағынысып қалғандай шұрқырай табысты. Күні бойы бірге жүріп, тек түнде ғана әркім өз пәтеріне жолдары екіге айырылатын қос ғашық, ендігі жерде ешқашан жұптары жазылмасқа іштей серт еткендей құшақтары айқасып тұрып қалды. Жүр, кешкі салқында саябақты аралайық, деп Береке қызды бастай жөнелді. Көлікпен сәл жүрген соң саябаққа келіп, көктемнен жазға ұйысқан Алматы кешін қызықтауға көшті. Сен ойлап ұйқыға шаумамын. Түсімде сені көремін. Оянсам, сен тағы да жүрегімде, санамда билік құрып тұрасың. Сенің қандай құдіретің бар? Деді Береке қатарласып келе жатқан қыздың иығынан құшақтап. Менің қалыммен бірдей екенсің, деп нәзік күлкісімен еркелей қарады Қарақат. Күндіз-түні ойынан шықпайсың. Түн баласы түсінде тамаша табиғат аясында маған арнап ән саласың. Ояна сала телефонымды ақтарып, сен не жазды екен деп елеңдеймін. Бірге түскен суреттерімізді құрбыларыма күніне 40 рет көрсетемін. Олар мені жынды десе де ренжімеймін. Бұл махаббат деген ұлы сезімнің қасиетті белгілері, деп даусын құбылта сөйлеген Береке қыздың қарсы алдына келіп тоқтай қалды. Жүрек бізге үйленетін кез келді, деп хабаршы жіберіп жатыр. Оған әлі ерте емес пе? Танысқанымызға бір айда болған жоқ, деген Қарақат жігіттің сөзін шаттана тыңдады. Сөйтті де сұрағын қылтитты. Мен сенің маңайынан ешкімді танымаймын. Достарыңды, туыстарыңды мүлде айтпайсың. Ой жаным-ау, сені көрсем, Қарақат деген сөзден басқаға мендегі тіл кекештеніп қалады. Қаласаң өзім жайлы толық айтайын. Әкем мен әскерден келген жылда ауыр науқастан қайтыс болған. Анам ауылда аға жеңгемен тұрады. Немерелерін қызықтап, анашым аман есен жүріп жатыр. Бір жаныма бататыны қатал, тасбауыр ағам мені анаммен араластырмай отыр. Ал достарым көп емес. Әкеңнің қазасын есіме салғам үшін кешірші, деп қиылды сезімтал қыз. Ал достарың мүлде азба? Жігітті досына қарап тана деуші еді бұрынғылар. Қаласаң достарымен таныстырайын. Әділ деген ауысын ашса көмей көрінетін асыл досым бар. Қыз жігіттің сөзін құптай басын изеді. Әрине, Береке тәрізді сегіз қырлы, бір сырлы жігіттің досы да саңлақ болуы түсінікті жайт қой. Адам досымен мықты дегендей, ғашығын қолдап қорғап жүретін достарын көруге Қарақаттың шынымен-ақ аңсары ауды. Көз алдына сүйіктісінің жүзіктің көзінен өткендей төре достары елес бергені де рас. Ертеңіне кешке дәмханада Береке Қарақаттың құрбысымен өзінің қос досын Мақсат пен Әділді таныстырды. Өзі бір кеш бойы жалынғандай болып әзер келтірген екі жігітті сценарийге көндіре алмай іштей өрекпіп отыр. Олардың аузына салған сөзін Әділ қасақана, әлде білместікпен теріс айтып жібере ме деген қорқынышы басым. Содан да өзін байсал қалыпта ұстап, қыздарға қонақ жайлық көрсетіп, жайылып жастық, иіліп төсек болып отыр. Берекемен қалай таныстыңдар, деді Мақсат қою қоңыр даусымен қыздардың алдында күндегідей желпіне сөйлемей. Қарақаттың құрбысына ұнап қалам ба деген үміті де жоқ емес. Тура кинодағыдай Қарақат қалай таныс болғандарын ешкеп айтып, Берекені қас батыр етіп жырға қосты. Үнді фильміндегідей айрықша жағдайда жолықыпсыңдар, неге бізге айтпадың, деп Әділ Берекеге шұқшия қалды. Мақтанғанды білмейтін менің ханзадам өзі жайлы мадақ айтудан қымсынатын болар, деп қашықтықтан көзі байланған Қарақат Берекенің орнына жауап қатып үлгерді. Бұл таныстық хикаясын 40 рет естігемін. Құлағымның құрышы әбден қанған, деп сөзге Қарақаттың құрбысы асылай араласты. Сендер достары бола тұра Берекенің махаббат оты қалай ұшқындағанынан хабарсызсыңдар. Неге? Ашаң жүзді, бүйрекпет қыздың бұл сұрағын Береке жақтыра қоймай, өзі сөзге киліге бергенде ашық ауыз Әділ маңдайдан қойғандай сарт еткізіп жауап берді. Біз құрылысшымыз, ал Берекенің нақты қайда жұмыс істейтінін білмей, өзі жаттатқан шындықтан тысқары кеткен Әділдің мына сөзінен соң Береке сусынға шашалып қалды. Ішін ұстап бүктетіліп, Әділдің сөзінің соңын елеусіз қалдыруға бар жаны салды. Жаным, саған не болды, деп үйіріле қалған Қарақат Берекенің арқасынан қойғылай бастады. Жаным, мұздай суға қақалға
ішегім түйіліп қала жаздады ғой, деп бауырын әрең жаздық Береке. Көзінен жас шығып, бет-аузы қызарып кеткен жігіттен өзгелердей қалбалақтап, шамаларынша көмектесіп жатыр. Береке жоспарлағандай, Әділдің сөзінің соңы елеусіз қалды. Біз құрылыс компаниясының күзет бөлімінде істейміз. Үнемі спортпен шұғылданып, кез келген төтенше жағдайға сақадай сай тұрамыз, деді Береке, енді әңгіме тізгінін өз қолына алып. Тура мінезі асылай күтпеген жерден сықақтап күліп жіберді. Сонда Әділ спорттың қай түрімен айналысады? Шахматпен бе? Ал мақсат ше, деп қос жігіттің спорттық тұлғадан алыс бітімдерін меңзеді. Түзу ұзын кірпігің тура мінезіңнің бір дәлелінде екен, деп Асылайды көрген бойда іштей ұнатып отырған мақсат қызбен күлкі жарыстыра жөнелді. Өзін әжуаласа да, еш шамырқанбай, көкі дөненнің басын еркіне жіберген мақсатқа қарап, таң тамаша болған Әділ де арқырай жөнелді. Береке жұмсақ жымиып, Қарақаттың иығынан құшақтап, өзіне қарай тартты. Даяшы, шотта келіңіз, деді ширатылған Береке кеш соңында. Онысы 5 адамның ішіп жегенін ауырсынбай төлейтін мырзалығын көрсетудің орайы еді. Мырзалығы қыздарды үйіне шығарып салғаннан кейін жайына қалды. Мақсат пен Әділге шотты теңдей етіп бөліп берді. Олар екеуара күбір-сыбырдан кейін айтылған ақшаны Берекеге ұстата қойды. Жаз уақытында құрылысшылардың құдайы жасайтын шақ емес пе, деп мысқылдады Береке, ақшаны төс қалтасына сүңгітіп жіберіп. Екі жігітті түн ішінде такси ұстауға жеткізбей, тағы да төрелігін аңдатып, бақастайдай тулаған шалшық бойындағы бөлмелеріне апарып салмақшы. Береке-ау, сен мына көкке қалай ие болдың? Соны айтсаңшы, деді Әділ бар ынтасымен Берекенің аузына үңіліп. Оған сенің миың жете қоймас. Неге? Сенің басың екеу екенде, біздікі жарты ма сонда? Артқы орындағы Мақсат алдыға қарай итініп шамдана қалды. Жоқ, ол үшін ғаламторды ұзақ отыру керек. Онлайн казинодан ұтқан қыруар ақшама сатып алғанмын, деген Берекенің уәжіне екі дос қиылған шалғындай құлап түсті. Шамба? Оны қалай ойнайды? Қымбат салым жасау керек, деп маңғазданды Береке, көпті көрген кемеңгерден бетер. Мен ондайларға сенбеймін. Одан да кірпіш қалап, тас тасып, көзіме көрінетін кәдімгі ақша тапқанда әлдеқайда артық, деген Әділ тақырыпты тереңдетпей бірден жаба салды. Екеуің ғаламтордан әншілердің өмірін қызықтауды жандарың сүйшеді ғой. Береке тағы да оңтайын тауып, екеуін көкіге айналдыра бастады. Қойдық қой, байжан қой деген соң. Әділдің бұл сөзін Мақсат қостай күліп, көктің ішін бастарына көтерді. Жа, әншілерді қайтамыз. Одан да Берекем, қыздарға неге сонша өтірік айтқанның себебін білсек бола ма? Мақсаттың тұтқиылдан қойған найза сұрағына көкті басқарып отырған Береке селк ете қалды. Көлік оқыс шиқылдап, бір бүйірлеп барып тоқтады. 2 бөлмелі пәтерім бар. Күзет фирмасында жоғары лауазымдамын, деп бетің бүлк етпей-ақ естің ғой бағана. Соның мәнісін айтшы, деп қадалды Мақсат. Әділ де мардымды жауап күтіп үнсіз қалған. Ғашық жігіт қызына артықтау мақтанса не сайып, деп Береке жауаптан сытылып кетті. Байқа, деді Мақсат домаланып көктен түсіп жатып. Кейін бір нәрсені білдіріп, бізді қоса шатып жүрме. Әдемі қыздардың алдында көздерін бақырайтып қойып, өтірік тұрған қиын екен, деді Әділ де аяғын жерге әрең іліндіріп жатып. Пай, періштелерім ай, жолдарың болсын, деген Береке темір тұлпарын кілт бұрып, екі жігітті шаңға көміп өте шықты. Шалшықтың арына құлау түспеген қос аққуы, деп кекетті былай шыға бере. Өмір жалған сөйлеп көрмегендей, сонша келгендеріне жол болсын. Одан да бұның көлігі мен жібек костюмын қызғанамыз, деп ашық айтпай ма жігіт деген. Дәл осы кезде қос құрбының арасында от шыға жаздаған еді. Мен білсем, бұл Берекеде бір кілтипан бар, деді Асылай тік кетіп. Құмалаға ішіп білдің бе, деді Қарақат ұйқы алдында ұзын шашын саумалап тарайтын әдетімен. Көріпкел болудың қажеті жоқ, қимылы тым ширақ, бірақ жылдам сөйлемейді. Алдын ала ойластырған сценариймен ғана жағашатын тәрізді. Жұмысы, туыстар жайлы айтқандары тіпті күдікті. Ең маңыздысы, мені сүйеді. Маған одан артық дәнеңе де керек емес. Тіпті үйі, қызметі болмаса да, мен оны жақсы көремді қоймаймын, деп Қарақат қолындағы тарағын шкафқа серпи тастады. Сер жігітке шаң жұқтырмайсың-ау. Бірақ неге екенін қайдам? Көңілім тыныш емес. Сенің бағыңды қойшы енді Асылай. Қамқор құрбекемін деп
Жеке өмірмен тым қол сұға берме. Қарақаттың көзі ашудан шатынағанын көрген Асылай тілден қалды. Ашу қысқан жанға ақыл айту сөзді өлтірумен пара-пар екенін ол жақсы біледі. Араға ай толтырмай Береке Қарақатқа жүзігін сұнып сөз салды. Тізерлеп қашықсық сөзін жаудырды келіп. Жай бір етекте емес, медеудің заңғар биігінде тұрып, таудың саф ауасын сіміре жұтып, сүйгеніне өмірлік жар болуға қолқа сайылды. Менің күңгірт өмірімді нұрлы етші жаным, жалғыздықтан жаураған жүрегімді мәңгіге жылытшы күнім, сенен басқа сұлуды көрмейтін соқыр көзіме бақыт шуағын төкші. Аса қымбат емес жүзікті ұсынып, қыздан телміре жауап күттім. Қыздың шаттыққа толы даусы таудың ұшар басына жетті. Бірақ асқақтықтың мекені тау жарықтық, Қарақаттың иә деген жауабын құптамағандай, бақыт үнін қостап жаңғырықтырып әкетпеді. Құлқынның құлына айналған, көзі дүниенің кіріне байланған жігіттің шын бейнесін, сұм бейнесін көре алмаған, қайран аруға қол ұшын бере алмағанына өкінгендей, тау жарықтық ішін тарта бір күрсінді. Медеуден төмен құлдилап көкпен түсіп келе жатқан Қарақат көңілінің шыңындағы бақыт мекенінде қалып қойды. Бөлмесіне сүйіншілей кіріп барып, өзі жақсылық деп атаған хабарды бөліскенде Асылайдың көзі атсыздай болды. Шарасынан шыға жаздап, басын шайқай берді. Құрбым-ау, сен үшін қуанар едім, бірақ көңіл шіркінде бір тыным жоқ. Қызын ұзатар ауылдай жүрегім құлазып тұр. Тым асығыс шешім қабылдапсың. Танысқандарыңа бір айда болған жоқ. Қарақат оның сабырға шақырған сөзін естіген де, тыңдаған да жоқ. Айналында шыр көбелек айналып, неке жүзігін тауқан саусағын бетіне жақындатып, өзін-өзі суретке түсіріп мәз. Сен мені көре алмайсың, соған көзім анық жетті, деді Асылайға жартылай бұрылып, тәкаппар үнмен. Берекедей әдемі жігіттің болашақ жары атанғаным үшін де, оның үйлі жайлы, отбасын қамтамасыз ете алатын қамқор азамат екеніне де қызғаныш білдіресің. Турасын айтқанда, сен менің құрбым емессің. Мына сөзден Асылай шалқасынан түсе жаздады. Студент кезінен бері бір қара нанды бөліп жеп келе жатқан жан құрбысы қайдағы бір қуаяқ үшін өзін осылай қатты жазғырады деп ешқашан ойламап еді. От басып алғандай орнынан атып тұрды. Демек солай екен ғой. Мен жайлы 4-5 жылда түйген ақиқатың осыншама теріс болады деп тіпті күдіктенбеппін де. Ана жылпылдап ол жақ бұл жағына шығып жүрген Берекенің ісінде бір гәп бары бесенеден белгілі. Соқыр сезім көзіңді тұмшалаған сен ондайды көрейін. Қайдан көрейін деп едің? 25-ке келсең де әлі шынайы махаббатты бастан кешірмедің. Содан да маған тырнағыңды көрсете бересің деп Қарақат сықылықтап күліп жіберді. Намыстан, ашудан өртенердей болған Асылай жол сөмкесіне жармасты. Жылдамдатып заттарын жинай бастайды. Үн-түнсіз сазарып алған. 5 жылдан бергі достықтары осылай оп-оңай шытынап кетеді деп кім ойлаған? Шыр ете қалған қалта телефонын безілдетіп қойып тұтқаны әрең көтерген Асылай жылдамдата сөйледі. Уақытым жоқ. Шұғыл кетіп барамын. Қайда екен білсем бола ма деп мақсат та құмартып қояр емес. Қаңғуға, яғни пәтер іздеуге. Алматыны адақтап қайтесің. Әрі жалғыз қыз баланы әркім көз түрткі қылып жүрер. Біздің жанымызда бір-біріме бос тұр. Қаласаң пәтер иесімен сөйлесіп көрейін. Қаланың шеті демесең, мекен-жайды айт деп тақ етті Асылай. Ауыр сөмкесімен жер сызып кетіп бара жатып, Қарақатқа көз салды. Ол түк болмағандай телефоннан әлдебір суреттерді көріп, өз шаттығының шеңберінде отыр екен. Асылайдың Қарақаттан аулаққа кеткенін жақсылыққа балаған Береке енді қызға салған тұзағын тарылта түсті. Сол мақсатпен екі жақты таныстыру туралы ойын бақыттың базарында шалқыған жандай алқына, жүзінде қуаныш шуаған үйре лепіре жеткізді. Қарақат та қарап қалмады. Облыс аумағында тұратын әпке жездесіне келулерін өтінді. Мәселенің мән-жайын мақтанышпен тәптіштеп, жігіттің төресінің жары болатынын қайталай айтты. Әпкесіне ес қалмай айтылған күні жетіп келді. Ал кенжесінің үйленетінін естігенде Зәрипаның көңілі көктен де биікке көтерілді. Ол тездетіп Алматыға жету қамын ойластырды. Пәтерінде анасын күтіп алған Береке өзі бастаған ойынның тым салмақты бағыт алғанынан іштей сескеніп қалды. Бұл жол Нұрбекенің оқиғасындай тып-тыныш тына қалса жарар еді. Анасы араласып, бүйректен сирақ шығарып жүрмесіне кім кепіл? Осылай деп қауіп ойлаған Береке танысу рәсімінен соң анасын жылдамдатып
ауылға аттандырды. Өзін отарбаға шығарып салған Береке мен Қарақатты кезек айналып толғанған ана оларға ақ батасын берді. Балам, ақылдым, періштедей бір қызды жетектеген екенсің, жылата көрме. Қызым, қызғалдағым, ұлымның жүрегін жаулаған екенсің, оны бақыт шыңынан құлата көрме. Ана ықыласына екеуі бірдей иіле құрмет білдірді. Әсіресе Қарақат апалап жанынан шығар емес. Қане қызым, телефон нөміріңді маған жазып бер. Өзім тікелей хабарласатын боламын сенімен деп Қарақатқа қолқа салғанда, анасы Береке шыр ете қалды. Апа, күн сайын қоңырау соғып, менің мазамды қашыратыныңыз есімде. Енді Қарақатқа да солай істейін дедіңіз бе? Қала адамдарының уақыты тығыз болады. Көп сөйлесуге мұршалары келмейтінін содан. Жарайды балам, айтқаның болсын. Сен арқылы қызыммен де хат алысып отырамын ғой. Енді тойдың қамына кірісуім керек. Сол кезде Қарақатпен ақылдаспаймын ба? Жүрегі ыңғайланған отарба ышқына бір дыбыстады. Қарақат Берекенің әрекетін түсінбей, оған таңдана қарады да, Зәрипа ананың жолда ішер сусынын, тамақтарын үстел үстіне шығарып, реттеп беріп шығуға беттеді. Менің ақ келінім деп еміренді шешей. Келініңіз қараторы сияқты ғой деп, сыпайы әзілдеді көпелес серігі. Менің көзімен қарағанда әппақ келін ғой, жаны ақ, пейілі ақ балапаным. Үлкендер бір-бірін түсініп өзара күлісіп алды. Апа, деді Береке тыпыршып, біз шығайық, отарба жүрейін деп тұр. Сау болыңыз апа, жолыңыз болсын деп, және иілген Қарақат шегіншектеп көпеден шыға берді. Апама не көрінген? Біреудің қызын сонша өбектегені несі? Құдды бір қызы жоқ адам құсап, елжіреді де қалды ғой. Әлде қартаяйын деген бе? Береке анасының Қарақатқа тез бауыр басқанын іштей құптамай үнсіз келеді. Апамыз ауылға кеткеніне көңілің болмай тұрма, деп Қарақат Берекенің білегінен ұстай алды. Сүйіктісі басын изеді де, қызды үйіне жеткізіп салуға асықты. Жөн сұраған қызға жұмысқа шақырып жатыр, күзет бастығы екенімді ұмыттың ба деп қысқа қайыра салды. Бөлмесіне келген Қарақат жалғыз өзі елегізіп, асы бойына тарамай, түні бойы дөңбекшіп шықты. Ұйқыдан мүлде айырылған соң Асылайға қоңырау шалды. Алу, бұлғым деген салқын дауыс естілді тұтқаның ар жағынан. Қасақана танымаған болып отыр. Асылай, мен ғой, дедік Қарақат жігерсіз үнмен. Қалың қалай? Шынын айтсам, сені сағындым. Өте жақсы. Жаңа достарымның жанында тіпті зергер емеспін. Дәл осы кезде Асылайдың жанынан жігіттердің даусы естілді. Кім сонда достарың? Деп таңырқай құлақ түрді Қарақат. Мақсат пен Әділ. Олардың жанында көп ақиқатқа қанық болдым. Бірақ сенің оны естір құлағың жоқ қой. Астығай сөйлеген Асылайға Қарақат атой салмады. Жай ғана сабырмен, тағы да Берекені қараламақсың ба? Одан да екі кеменің құйрығын ұстағанның суға кететінін ескер деп тұтқаны қоя салды. Екі кеме деді ме? Әділ. Сен шағын қайық шығарсың. Мен Титаник кемесімін деп Мақсат Әзілдің нөсерін жаудырды. Бірақ сөз күлуге жақсы деген Әділ Әзілді одан әрі тұтандырмады. Кемені қоя тұрыңдаршы. Берекенің анасына барып амандастық деп едіңдер. Қандай адам екен өзім? Қарақат қызым деп өліп өшіп отыр. Кенже ұлымнан немере көрсем деп арман етемі деп аласынан тілеп отыр. Өзі бір жылы жүзді апа ғой. Екі жігіт қосамжарланып ауылдан келген шешеді мақтай жөнелді. Онда Қарақатқа ауылға барып егізетіп бала туудан басқа ештеңе қалған жоқ деші. Асылай қарашайын тауысып ішіп бірден дастарқанды жинауға кірісті. Сен кейін келін болсаң, өзің тойып алып, ыдыс-аяқты бірден жинастырып, енеңді шайдан қағатын шығарсың, деп әзілдеген Мақсат дастарқаннан керіс шегініп отырды. Білесіңдер ме, Берекенің ауылға қайтар ойы жоқ сияқты. Жалдамалы болса да кең пәтері бар. Қайда жұмыс істейтінін ешкім білмейді. Әділдің сөзінің соңын аяқтатпаған Асылай орнынан атып тұрды. Құдай-ау, Қарақат бір жамандыққа шатылмаса нетті. Ол Берекең біздің қызға үй өзімдікі, күзет фирмасын бастығымын деп құлағына құйып қойыпты. Бір амал қолдануым керек. Қазір Қарақатқа бар білгендерімізді айтсақ, Берекені жамандады деп қана түсініп, мүлде көңіл аудармайды. Одан да өздері шешсін деп Мақсат
Аслайға тоқтау салды. Құрбысына деген өкпесі қара қазандай болса да, ұзақ жылғы достығы үшін оны еш жамандыққа қимаған Аслай алаңды оймен әрекетсіз отырып қалды. Алматыны нұрымен аялап, күн ана кезегін айға беріп, өзі мекеніне қайтып кетті. Ай жарықты күннің аманатын орындай алмай, аппақ сәулесімен Алматыны бүктіре алмай, шарасыздан жасанды көше шамдарына түнгі қаланың тірлігін сеніп тапсырып, аспан төрінен қистай жөнелді. Өз пәтеріне Қарақатты қонаққа шақырған Береке сол түнде ойға алған сұмдығын жүзеге асырмақ ниетте. Қыздың сеніміне ие болған жігіт енді оның сезіміне де үстемдік ете бастады. Арманның ақ таңына көз ілместен бірге аттанайықшы деп үздікті ғашық жігіт Қарақаттың ұзын шашына сипап, белінен құшақтап, бауырына тарта түсті. Қыздың құлағына анасының некеңде қимай, ермен жақындаспа деген ақылы сап ете қалды. Анасының қызына оңашада айтар бар ақылы осы бір-екі ауыз кеңеспен тамамдалатын. Некеміз қиылған жоқ қой деп сыбырлады қыз, отты құшаққа әзер төзіп. Әне-міне некеміз қиылады. Екі жақ бірін-бірі біледі. Енді нені күтеміз? Сенен аумайтын сұлу қызым болса, егіз ұлым оның артынан ыңғайласа, шіркін, сол күндер таяу ма деп армандаймын. Ентіге сыбырлап, еркін толық билеп алған жігітке Қарақат титтей де қарсылық танытпады. Бөлек-бөлек үйде тұрып, бір төсекте жусаған екеу апта өтпей жатып, той дайындығы туралы әңгімені бастап кеттім. Сөздің қоламтасын қоздырған Береке: Алматыда болмаған той жасағым келеді. Жетім жігітпін деп, сені ештеңеден шектер ойым жоқ. Сен ең сұлу қалыңдық боласың. Қыздың жүзін ыстық деміме шарпи сөйлеп, бақытты болашақтың суреттерін көз алдына тізбелеттім. Келесі күні одан соң тағы тура осы әңгімені айтып берді. Осы әңгіме айтыла берді. Қарақат өзін қымбат қалыңдық көйлегімен сән салтанаттың ортасында тұрғанын көз алдына елестетіп, ақыры сол елеске бір жолата сүңгіп кеттім. Күн ұзақ ғаламтордан қалыңдық көйлектерін көріп, көз талдыратынды шығарды. Түс ауа, асығып, аптығып, түсі қашып Береке кіріп келдім. Қарақат бөлмесінде жалғыз отырған. Жігіттің келгеніне қуанып, мойнына асыла беріп еді, оның жүдеп тұрған жүзінен сескеніп, қалшиып қалдым. Не болды жаным? Амандық па? Деді даусы құмығып. Көлігімді сатып той жасамақ едім. Енді көлігімде жоқ. Оны оңдырмай соғып алдым. Соқтығысқан кісі мені айыптап, оның мәшинесін қоса жөндетуді талап етіп отыр. Неге менің жолымды қырсықшала береді? Күйіне сыбырлаған сүйіктісін Қарақат айқара құшақтады. Өзің аман болсаң, одан артық маған ештеңе керек емес. Жоқ, бүкіл ауыл мына Зәрипаның жетім ұлы өз тойын өзі қалай жасамақ деп күтіп отыр. Қытымыр аға жеңгем тышқалақта бермесі белгілі. Анам олардан аса алмайды. Сонда маған жеш қоғана қалама, одан да намыстан өлгенім артық. Атып тұрып, бөлме ішін кезе жөнелген жігітті Қарақат тоқтатты. Маған Оскар сыйлығын беру керек. Мына ақымақ қызы осыншама тез иландыратынды білгенде, кеше кеш бойы айналында жаттығып, қаратерге түспес едім деп іштей өз аярлаған өнерге балап, жеңісті сәтке тез жетуді қалап, аянышты түр танытқан ғашығын Қарақат құшақтай алды. Сен қиналсаң, менің жадырай алмайтыным белгілі. Сенімен жаным бірге, бір амалын табайық. Мен есе алып көрейін, кейін бірге төлерміз. Қыздың арқасынан құшақтаған қолын сілкіп тастап, Береке оған қарсы аттады. Жоқ, атама есе алуды. Мен өзім амалдармын. Мен дей бермеші, біз, енді біз бармыз. Саған көмектесу, өзімнің бақытыма жол ашу. Ертең мен қалмай, банкке барып, несиеге өтініш беремін. Жасым болса 25-те. Тұрақты қызметім бар, оң жауап береріне сенімдімін. Қыз жанына келіп, мұның қобырап кеткен шашын аялай сипады. Махаббатқа достығын артық көрген ару мен дүниеге достығын артық деп білген жігіт осылай қол алысты. Заман дамыған,
Несиені растау бір сағатқа жетпей қолма-қол ақша етіп бере қойды. Айналайын банк көсеген көгерсін деп іштей технологияның жылдамдығына тәнті болған Берекенің уысында 3 миллион бар еді. Ешқандай да соғылмаған көлігін қаңтарулы тұрған жерінен алды да белгісіз бағытқа із суытты. Қарақатты күттіріп кеткенін тіпті ойынан шығып та үлгерді. Лас ақшаға буланып, енді не тындырарын ойластырып, бір бөлмелі пәтер тауып көшіп кеттім. Қарақат төзімін сарп етіп күттім. Кейін хабарласамын, жұмыстамын деген салқын хабарламаны қанағат етіп, көз жасы мөлдірей күттім. Жүзі жарқын жарын сағынып күтті. Оның махаббатына күмән келтірместен, адалдығына табынып күттім. Кеш батып, түнге ауып, қаланы қорқау қараңғылық еңсергенде барып, іші бір сұмдықты сезді. Ақылы аттандап, жүрегі шырқырап жатты. Кімге не деп зар шегерін білмей таңдатырды. Ал Берекеден сыбыс жоқ. Телефон тұтқасын көтермеді. Зарыға жазған хабарламаларын жауапсыз қалдырды. Құла түзде жалғыз қалғандай жаны қысылған қыз Асылай деді. Ескі досым, ренжіп кетсе де ат құйрығын кесе қоймаған. Асылай деді демікпесі бардай ентігіп. Мен не істерімді білмей тұрмын. О не дегенің? Тойға дайындықпен шаршап қалдың ба? Дей берген Асылай тұншыға жылаған дауысты естіді. Заматта орнынан атып тұрып, қайдасың? Қазір барамын деп саңқ еттім. Жүгіріп, жексенбіде тынығып жатқан жігіттердің бөлмесінің есігін қақтым. Берекені көрдіңдер ме? Не болды? Жоғалып кетті ме? Олардың ештеңеден бейхабар түрлерін көріп, Асылай есікті жаба салды. Өзі Қарақатқа қарай құстай ұшты. Құрбысын қасіреттен сақтандырамаған дәрменсіздігіне күйінді. Мүмкін бәрі оңалып кетер деп белгісіз үмітке иек артты. Ал бөлмеге ентігіп кіріп барғанда Қарақаттың орнын ғана көрді. Қарақат Береке екеуі алғаш танысқан аялдамаға барды. Ғашығын осы жерден жоқтырған еді, қай жерде жоғалтып алды. Тұңғыш рет жүрегіндегі бейкүнә сезімін оятқан дәмханаға да кірді, кемсеңдеп. Махаббат әнін шырқап, сезім қазығын нығайтып, сүйкімді жігіттің сүйіктісі болған сәтін көз алдында тірілтті. Екеуі кеңінен сырласқан саябаққа да барды. Ардақтысын көрсем деп, Берекенің ізі жатыр, өзі жоқ. Қол ұстасып бірге жүрген жолдармен қайт өтті. Берекесі күлімдеп алдынан шықпады. Сағындым деп ыстық құшағына ораған жоқ. Сүйемін деп тілінен балтамған жоқ. Жоқ, неге жоқ? Қай жерде жасықты болдым деп жан даусы шыққан қыз көше жаққа зер сала қарады. Құдай-ау, анау ұшырып келе жатқан көлік Берекенің мәшинесінен аумайды ғой. Тура соның өзі. Қыз аяғына шықпай көшеге жүгіре шықты да, сарт еткен дыбыстан соң түнерген жұмбақ әлемге қойып кетті. Нұрбекенің үйінде жалған махаббатының жын ойнағын басылып, қалыпты тыныштық орнаған. Серікбол алтыдан енді асса да, балалық кейіптен ада болып, бір түрлер сейіп кеткендей көрінетін. Таңғы мүлгіген тыныштықты үйінде тұрып жатқан інісі Сәтжан бұзды. Әпке, мен кісі қағып кеттім, деді ол, телефоннан үрейлене сыбырлап. Не дейсің? Мені көлігіммен кетіп едің ғой, әпке. Менің күнәм жоқ. Өзі көшеге жүгіріп шығып, қайдасың? Қалалық ауруханам. Нұрбекке ауыр денесіне жараса қоймайтын шалт қимылмен үй киімін де ауыстырмастан екінші көлігіне жармастым. Берекеге ерегесіп су жаңа тағы бір көлік сатып алған еді. Соған отырып, інісі айтқан ауруханаға апарар жолға түстім. Келген бойда інісін тергей жөнелді. Одан мән-жайды білген соң, жарақат алған қыздың палатасына кірді. Басында әкемен таңған қыз сұлық жатыр. Сіңірім, ау сіңірім, деді Нұрбеке, жол бойғы қауіптен арылғанына сәл қуанып. Жақсымысың? Қыздан үн шықпаған соң Нұрбеке емдеуші дәрігерін тауып алып, сөйлесіп, көңіліндегі уайымынан арылды. Қыздың жарақаты жеңіл, тек жаны күйзелгендіктен бе ауыр жара алғандай қимылсыз жатыр. Жаны жаралы, өзім ғана секілді көруші едім. Күпірлік екен ғой. Жап-жас қыз аласына қайғылығынан жасықты болған екен, деп ойлаған Нұрбекеге Сәтжан қалта телефонын ұсынды. Әпке,
Бұл оның қолында болды. Көлік қаққанда уысы жазылмай қалғанына таңым бар. Өзі делғұлы ма, әлде диуана ма? Шашы жайылып, көктің алдынан шыға келгеніне әлі күйіп тұрмын. Өзіне шаң жұтпаған Сәтжанға алая бір қараған Нұрбике телефонды алып өңіле беріп шошып кетті. Телефонның экранында құшақтасқан Береке мен Қарақаттың суреті тұр еді. Арсыз, жүгенсіз кеткен, жетессіз, әкеден тәрбие, шешеден өнеге алмаған, тексіз балағат сөздерді оқша жаудырған әпкесіне Сәтжан өрелене қарады. Әпке, мен шындықты айттым. Сөйтті де Нұрбекенің қолындағы телефонға қарай қарғап-сілеп тұрғанын байқады. Байқады да дереу бәрін түсінді. Үйлерінде жарты жылдай тұрып қайып болған Береке найсап тағы бір қызды уысына түсірген тәрізді. Әпке, расымен сол ма? Деді Сәтжан албастының атын атауға қорыққандай. Иә, тап өзі. Нұрбеке аяғын нығарлай басып Қарақаттың палатасына беттеді. Береке үшін аза тұтып жатырсың ба? Мен де сендей жылағанмын, бірақ өлген жоқпын. Оны заңға емес, Аллаға тапсырғанмын. Барылдай сөйлеп кіріп келген әйелдің мына сөзі Қарақатты күңгірт әлемнен суырып алды. Төсектен басын жұлып алған қыз өксіп жылап жіберді. Менің күнәм не, әпке? Сұлу жанарында ойнаған ұшқынды шынайы деп от басқаным ба? Еңіреп жылап орнынан түрегелген қызға қараған Нұрбеке оның көз жасынан өзін көргендей болдым. Қарақат пен Нұрбекені махаббат қасіреті табыстырды. Нұрбеке Берекенің опас әрекетінен соң қайта тұрып бас көтеруді үйретті. Өз меніңді жоғалтпа, сен кінәлі емессің деп Қарақаттың қайратын жаны түсті. Бірақ бәрі оп-оңай орнына келген жоқ. Басындағы таңыны дәкені шешіп, өз-өзіне келе бастаған Қарақатты ауылдан жеткен әке-шешесі қыспақ қалды. Әкесі шығып кеткен бір тұста анасы қызына оқыс сұрақ қойды. Өзің саумысың? Қыз жауап орнынан басын шайқады. Зәрлене ысылдаған шешесі қызын шапалақпен тартып жіберді. Ақ сүтімді кешпеймін, деді тістене қалшылдап. Кешірім сұрамаққа анасына қарай жорғалап келе жатқан қызын итеріп жіберді. Апа, апатайым, ұр мені, аяма. Сенің таяғынан өлсем, арманым жоқ. Ақ батаңды аттап кеткенім үшін, азынға жүрегімнің төрінен орын бергенім үшін, мен аяма. Шешесі азан-қазан сезімдер арпалысында желелеп отырған қызын сілкей берді. Әкесі даладан келгенде қызым торғын шашы жайылып зареңіреп отыр еді. Сүт кенжесін жамандыққа қимаған балажан әке оған еңкей беріп еді, әйел қолын қағып жіберді. Қызың жүзі қара, ауылға қайтуға бет қалмады. Ел жұрт қалада Қарақат масқара болып, байға өтпей қалыпты десіп табалап жатыр. Алматыда біз ешкім танымайды. Бір бөлме жалдап күнге көрерміз, бірақ мына қызды қайтеміз? Қоқысқа тастар қызым жоқ, деп әкесі шоқ басқан перзентін қорғалай берді. Әке, мені ат құйрығына байлап өлтірші. Аяғымды құшайын, мен жан тапсырмай тұрып кешірім етші. Көңілі бордай өкілген әке, бейшара халге түскен қызын бауырына басты. Ауылда жатып, қызына қорған бола алмаған үшін, қызының кәсіптің шабуылынан сақтай алмаған үшін өзін кінәлады. Анасы қызын жек көріп тұрып жақсы көрді. Жүрегі елжіреп, көңілі босап, қарғасына мейірленіп тұрып жек көрді. Аула сыртынан дабыр-дұбыр дауыстар естілді де жақындай берді. Жан әкесінің құшағында жұбана жылаудың бақытқа санаған Қарақат тыпыр етпей жүрелеп отыра берді. Қарақат, зар шеккенің жетпеді ме? Деп асылай құрбысын ту сыртынан құшақтай алды. Өзі де көзінен жасы тамып тұр еді. Сен қайда жүрдің? Қызым тозаққа күйіп жатқанда, деп Нағима енді Асылайға шүйлікті. Бұл қасіретке кінәлі біреуді таппайынша ана жаны тыншыр емес. Апа, Асылайға тиме, оны өзім бездіріп жібергенмін. Ол ештеңеге кінәлі емес. Қарақаттың да айыбы жоқ, деді Нұрбеке есіктен кіре отырар орын таппай тікейген күйі. Мен де Қарақатта махаббаттан көзіміз байланды. Көр сезімнен қор болдық. Қарақаттың әкесі де, анасы да бейтаныс әйелдің мына сөзінен орындарынан тік көтерілді. Қойшы, сен біраз жасқа келген әйелсің, не жоғалтты дейсің? Нағима Нұрбекенің айтқанын жоққа шығарып, айыптыны анықтама ойынан қайтпай тұр. Мен қазынамды тонаттым.
жүрегімді жылатып, намысымды қорлаттым. Бұл аздық ете ме? Жасым келсе де, мен де әйелмін. Берекенің шайтан кейпіндегі періште екенін кеш білдім. Нұрбикенің асықпай айтқан әр сөзінен қызын жылатқан жігіттің әншейін басбұзар емес, құныққан құлқын құлы екенін отырғандар біле түсті. Білген сайын Қарақаттың жан жарасы сыздай берді. Қарақатты жазғыра бермеңіздер, өтінемін. Оны дәлмендей түсінетін ешкім жоқ шығар. Біз отқа түсерін білмеген жынды көбелектей ғашық болдық. Көкірек көзіміз байлаулы еді. Береке де ғашық еді дүниеге, ақшаға, қымбат заттардың құлы еді. Сол құмарлығы оның да көзін байлады, көкірегін қор етті. Мен сезім зынданынан азат болдым. Қарақат сіңілім еді. Солай бостандық алуына мұрша беріңіздер. Көз жасы тырс-тырс дама сөйлеген Нұрбике өзі берген оң тәрбиеден аттап, ағаттық жасаған қызын кешіре алмас күйде тұрған ананың бетін қайтарды. Аға, деді, Асылаймен ере келген Мақсат күмілжіп. Мен Берекеден бұрын мен дос едім. Әйткенмен одан дәл мынадай арсыздық шығады деп еш күтпегенбіз. Қазір таныстарды араға салып, Берекенің тұрып жатқан жерін анықтадық. Барып бетіне түкірейін, қарғаймын, қарғысымды жаудырамын деп Нағима жын ұстаған бақсыдай екі иығын жұлып жеп шыға келді. Берекенің анасы да ұшақпен келу керек. Болған жайды хабарлап келуін өтінгенбіз. Нұрбек әпке ұшаққа билет алып берді. Мақсат, мені әулиедей көргенді қойыңдар. Менің мақсатым Берекені қалайда тоқтату, әйтпесе Қарақат сияқты ендігі жылап көктің астына жүгіретін қыздар әлі қанша болары белгісіз. Нұрбекенің сөзіне Мақсат тосылды да қалды. Берекенің мына еркек пішіндес әйелмен батыл жетіп қалай тұрғанына іштей таңырқауын әлі қояр емес. Кеш бата Зәрипа апа жетті ақлап үкілеп. Құйрық бауыр жеп, құдамдалы болу бұйырмаған екі құдағи бір-біріне көз астынан қарасты да тынды. Зәрипа Қарақаттың бөлмесіне келе, қан сөлден жұрдай қызды көріп жылап жіберді. Айналайын, балапаным, кешір мені. Мен ұлымды олай тәрбиелемеп едім. Қызды жылатпақ түгілі қызғалдақты да жылма деп өсіріп едім. Қайтей мына жазмышты. Апа, сіз де менің бір анамдайсыз. Береке үшін сізді жек көрмеймін, деп Қарақат ауыр жол шеккен шешейдің көз жасын өзі сүртті. Береке үйінде екен деген хабар алған жиналғандар солай қарай ызғытты. Береке бастап, Нағима қостап, шұбатылып, Берекенің бір бөлмелі пәтеріне топырлап кіріп барды. Жігіт жатқан орнынан атып тұрды. Шақырылмаған қонақтарға барлай қарап еді. Байжан мен қара қызын тани кетті. Олардың соңын ала Мақсат пен Әділ тұр, ата жауын көргендей жұдырықтарын түйіп. Асылайдың демеуімен тұрған Қарақатты көрген Береке жалт бұрылып еді. Топ ортасынан анасын көріп, неге екені белгісіз, безгек буғандай қалшылдап кетті. Анау бейтаныс еркек пен әйел Қарақаттың ата-анасы болды-ау деп шамалап, беті ду ете қалды. Бұл ұялғаны ма, әлде жаны қысылғаны ма? Есік сықырлап тағы біреу кіріп келе жатты. Елдің соңын ала жеткен Нұрбек еді. Білме үшін ғасырға татитын бір минуттық үнсіздік биледі. Бұл үнсіздіктен Берекенің құты қашты. Сөйлеңдер, мені жазғырыңдар, сөгіңдер, балағаттаңдар, неғып мен шиіп тұрсыңдар. Жиналғандар тіл қатпады. Үнсіздіктен зәресі қашқан жігіт бұрынғы достарын жұлқылап Нұрбекенің жанына жеткенде тоқтап қалды. Әйелдің мысық көзінен от шашып тұр еді. Апа, мыналардың айтқанына сенесің бе? Мінезіміз жараспады. Сосын үйленуден айнып қалдым. Ona тұрған не бар? Береке анасына таяй беріп еді. Оның даусы қылғына шығып, айтқан сөз төбесінен мұздай су құйғанмен тең болды. Мен сенің анаң емеспін. Сендей азған ұлым жоқ. Ақ сүтімді көкке сауамын. Тіфу, шайтан, құры. Зәрипа ұлының бетіне түкіріп жіберді де, тілсіз тайталасқан топтың алдына тұра берді. Береке тәлтіректеп кетті. Ана қарғысы алаяқ ұлына деген демде тигендей аяғын тік бастырмады. Береке, деді Қарақат зарлана үн қатып. Сенің көзіңді шел басқан, жуса кететін дүниеге құл болдың.
Қарашы, мына өмірде өлсең қалатын дүниеден артық ғажап сезімдер бар ғой. Менің жүрегімдегі тамаша сезімдерді жермен жексен еткен өзіңсің. Жүр, қызым, деп Нағима Қарақатты қолтығынан алды. Кәне балапаным, деп Зәрипа Қарақатты ортаға алды. Жігітке аяй көз жүгірткен қыз әкесі Қарақатты жайылып кеткен жібек жасынан сипады. Тысқа жылжыған, үннен қалған үлкендердің соңынан қол ұстасқан Байжа мен Қарақыз ілесті. Мақсат пен Асылай қатарласып шыға берді. Әділ жерді бір тепті де қолын сілтеп кете берді. Бәрі қатарласып кетіп барады. Тексізді тілсіз жазалап, сөзсіз-ақ жерлеп барады. Апа, деді Береке, жан дәрмен есікке ұмтылып. Апа, мен бәрін түзетемін. Жауап естілмеген соң, соңғы рет қарманып қалғысы келіп, Қарақат, менің көзім байланғаны рас, бірақ бүгін сендер маған тілсіз-ақ бәрін ұқтырдыңдар. Сен кешірім етсең, мен бәрін басынан бастаймын. Бір мұрсат бер, деп жаныға айғай салды. Соңдарынан жүгіре шықпақ еді. Аяғына қаратас байлап қойғандай, тұрған орнынан қозғала алмады. Екі қолын ұшатын құстың қанатындай жайып жіберіп, зыта жөнелмек болды. Бірақ денесі қимылға көнбеді. Баяғы түс есіне түсті. Құлпытасқа айналып кетпейін деп қорқыныштан қалшылдаған Береке сыртқа ұмтылды. Далаға шығып үлгерген еді. Неге ешкім жоқ? Бұның азынаған даусын неге ешкім естімейді? Мұрты бұзылмай сөреде оралып тұрған 3 миллионды белгісіз құйын көтеріп, үй ішіне будақтай көтерілген қызыл ақша көшеге жауа бастады. Ешкім теріп алмаған соң, бүкіл ақша келіп Берекенің үстіне жауа жөнелді. Теңгенің нөсерінде қалған жігіт жан алқымға келіп көмекке шақырды. Апа, қайдасың? Қарақат, қайрылшы. Қарақат! Арын сатып, күнәға батып тапқан ақшасы Берекенің жүзіндегі қиналысты өзге жұртқа көрсетпей, бүркемелей берді. Соңы